Аулада екі әже отыр екен. Біреуі екіншісінен сұрайды: менің атым кім еді? Екінші ұзақ ойланып тұрып: саған шұғыл керек па? Бүгін көшеде келе жатып, мен ақымақпын деген жазуы бар футболка киген әйелді кездестірдім. Біртүрлі әйел екен деп ойладым. Тіпті оның артынан бұрылып қарадым. Ал футболкасының артында «Сен де» деп жазылып тұр екен. Петька Қазақстанға барып келіпті. Одан Василий Иванович: ал Петька, сен онда қазақ тілін үйрендің бе? Деп сұрайды. Иә, қазақша 1 қалай болады? 1, ал 5. 1, 1, 1, 1, 1. Ал 1000 қалай болады? Ой, бұл ұзақ әңгіме. Ер адам мейрамханаға келіп, гардеробқа кірсе, гардеробшы жоқ екен. Содан ол пальтосын ілгішке іліп, қасына хат жазып қойыпты: бокстан чемпионмын деп. Қайтып келсе, пальтосы жоғалып кетіп, орнына хат ілулі тұр екен: жүгіруден чемпионмын, қуып жетіп көр. Раушан, сіз осындай сәнді гауһар алқаны қайдан алдыңыз, айтыңызшы? Мен қайдан білемін? Менің күйеуім 3 жыл бойы тергеуде бұл туралы тіс жарған жоқ. Маньяк ақшаға у жағып, оларды балалар үйіне сыйға тартыпты. 20 депутат, 2 әкім және 1 министр көз жұмды. Балалар зардап шеккен жоқ. Таксиге бір әйел отырып, оны жедел перзентханаға жеткізіп салуын сұрайды. Таксист барлық ережелерді бұзып, перзентханаға қарай ұшып келе жатыр. Кенеттен артынан әйелдің даусы естіледі: қатты жүрмеңіз, мен перзентханаға босануға бара жатқан жоқпын. Мен онда жұмыс істеймін. Бір шал өлім аузында жатыр екен. Әйелін шақырып, былай депті: мен саған үйленгенде, сен маған қатты ұнадың. Мен сені жаным деп атадым. Сені ешқашан ренжіткен жоқпын, сүйдім, көмектестім. Балаларымыз дүниеге келді. Сені қатын деп атай бастадым. Балалар өсіп жетті, екеуміз қартайдық. Содан сені кемпір деп атай бастадым. Жалпы өзіңнің атың кім еді? Менің әжем лық толы автобусқа кіріп, орын тауып отырады. Содан кейін қасында әкемнің жоқ екенін көріп, бүкіл автобусқа айғайлай бастайды: тоқтай тұрыңыз, баламды ұмытып кеттім, деп. Әкем автобусқа кіріп келе жатып, бүкіл автобустың неге соншама күлетінін түсінбейді. Әкем 40 жаста, басы тас және өте ірі адам. Ежелгі Қытайда моншалар әйелдер мен еркектерге бөлінбепті. Мұның қателік екендігін халық саны миллиардтан асып кеткенде ғана түсініпті. Спортбарда өте мас клиент даяршы: өтінемін, счет десе, даяршы: алдыда 2 деген екен. Екі бала орталық моншада қарны үлкен бір ағайды көріпті. Содан оның қарнын көрсетіп: ағай, ішіңізде не бар? Деп сұрапты. Ол кісі бомба деген екен. Олдар шетке шығып, біреу екіншісіне: давай бомбаны жарайық, десе, екіншісі: қаша алмай қаламыз, фитилі қысқа екен. Бір жігіт масаларға қарсы спрейді бір фермерге сатпақшы болыпты. Фермер оған: мен сені түнде үйімнің ауласында жалаңаш күйінде андағы керемет спрейіңді жағып, столпқа байлап қояйын. Егер таңертеңге дейін сені бірде-бір маса шақпаса, мен сенен барлық антикомаринді сатып аламын, депті. Жігіт келісіпті. Антикомаринді жалаңаш денесіне жағып, есік алдында қалады. Таңертең фермер бүкіл отбасымен
нәтижені көруге келіпті. Қараса, жігітті бірде-бір маса шақпаған. Бірақ жігіттің шығар-шықпас жаны қалыпты. Балам-ау, сен неге соншама қиналып кеткенсің? Ата, сіз маған мынаны айтыңызшы. Мына қарғыс атқыр бұзаудың анасы бар ма? Қазақ ақындары ән айтқанды жақсы көреді. Көргеннің бәрін ән қылып айта береді. Ең бастысы, ақынмен бірге моншаға бармау. Алпамыстың анасы: мен сенің күнделігіңді көрмей тұрмын. Оны дастан алды. Ата-анасын қорқытамын деді. Футбол командасының жаттықтырушысы ойыншыларға: бүгін менің туған күнім. Сондықтан сыйлық ретінде бүгінгі матчте жеңіске жетіңдер. Тым кеш, тренер. Біз сізге галстук сатып алып қойдық.